Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге өзім жиі жасап жүрген қарыннан жасалатын салаттың рецептісін ұсынатын боламын. Алдын ала қойдың қарнын жақсылап тазалап алып, тұз салып 2-3 сағаттай жұмсарғанша қайнатып аламыз. Суыған қарынды көріп тұрғандарыңыздай ұзын жолақша етіп тураймыз. Салатымызға қажетті заттардың тізімін, грамдарын төменде жазып қалдырамын. Келесі кезекте ащы бұрышты да ұзын жолақша етіп турап дайындап аламын. Сәбізді ұзын жолақша етіп бүкіштен өткізем. Табаға сұйық май құйып, қызып тұрған майға қарынды салып, орташа отта қуырамын. Бес 10 минут өткен соң қарынға сәбізді қосып, қуыруды жалғастырамын. Енді ащы бұрышты қосып, шамамен 10 минуттай қуырып, дәміне қарай тұз және қара бұрыш саламын. Осымен өте дәмді салатымыз дайын болды. Дастарханға ыстықтай ұсынуға кеңес беремін. Видеом пайдалы болса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.